Енді осы және өзгеде жаңалықтары жөнінде толығырақ. Ақтөбеде тіс емханасының қызметкерін 5 сағат бойы кепілде ұстаған жігітті тәртіп сақшылары атып өлтірді. Абылай Тілеуов есімді азамат райынан қайтармақ болғандардың ешбіріне көнбей қойған. Полицияның мәліметінше 24 жастағы жігіт бір апта бұрын ажырасқан келіншегінен кек алмақ болған екен. Сөйтіп алдымен жарын қайын жұртына іздеп барып, таба алмаған соң енесін пышақтап тастапты. Артынша әйелінің жұмыс орнына келіп, сондағыларды да суық қарумен қорқытқан. Бүкіл полицияны аяғынан түк тұрғызған қанды оқиғаның қалай болғанын тілшіміз Жаңалық Ахаш айтсын. Ақтөбедегі Батыс 2 ықшам ауданының аумағын тәртіп сақшылары түнімен торуылдаумен болды. Пышақ ұстаған 24 жастағы жігіт осындағы тіс емханасына баса көктеп кіріп, қызметкерлерін кепілге алмақшы болған екен. Тек стоматологтар қашып құтылғанымен әкімшісіз шыға алмай қалыпты. Какой-то сумасшедший парень, мужчина, напал на сотрудников, кто-то успел убежать, а именно она одна осталась. Кетіп қалған келіншегінен кектенген Абылай Төлеуов есімді жігіт екен. Өзі жұмыссыз. Ол алдымен бір апта бұрын ажырасқан жарының төркініне барыпты. Қайын жұртындағылармен төбелесіп, тіпті енесін пышақтап тастаған. Кейін келіншегін жұмыс орнына іздеп барады. Ну, в семье мы даже ее не видели, она просто сказала, чувство, что девчонку задерживают. Ашулы жігіт сөйтіп әкімші қызды кепілге алып 5 сағат бойы пышақпен қорқытып ұстап отырған. Ең бірінші оны сол маңдағы киім сататын дүкен қожайыны сабырға шақырмақ болыпты. Кейін тәртіп сақшыларымен қоса күдіктінің туыстары да Абылайды райынан қайтаруға тырысқан. 5 сағаттың ішінде келіссөздер бастап, кепілге алған өміріне нақты қауіп төнген азаматты босату туралы келіссөздер жүргізілді. Алайда қызметкер заң талаптарын орындаудан бас тартты. Оқиға орнына жеткізілген туыстарының оның өтініштеріне құлақ аспады. Қылмыскер бар мақсаты бұрынғы әйелін өлтіру екенін, оның алдын ала жоспарлағанын айтты. 5 сағат бойы айтқанға көнбеген жігітті тәртіп сақшылары ақыры мына емханада атып өлтірген. Ал 5 сағат бойы кепілде болған қызметкердің шошынып қалғаны болмаса дін аман. Ал күдіктінің жарақат алған енесі қазір үйінде ем алып жатыр. Айта кетелік, кетіп қалған келіншегінен кек аламын деп қаза тапқан жігіт былтыр ғана істі болған екен, яғни ұрлық үшін сотталып шыққан. Жаңалық Ахаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.